Assalamu alaikum, ayolullah yamağat. Bardıramız передачамызды bu екінші части біздікі. Бірінші біз айттық, Ноғай домбыра қайда болу керек, не зат ету керек екен. Ендігі біраз түбіне кіріп қараған заманда Ноғайдың домбыраның формасы. Бұл әлміне домбырады көрсем, ескі домбыралардың бірісі неде де бар. Бұлар екеуді бір мастердің домбырасы. Осыған бар бізде бұл домбыралар Мәмбет Терекбаевтікі. Бұл домбыра bizim Қайырбек Межитовтың домбырасы. Biraz forması da басқа. Biraz реставрация еткен. Sesi de шығады. Бек sesi de var. Бұларда бізде 9 пернелі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-ға дейін келеді. Перне әлгі классическийде 19 болады. Неге десе 9 пернемен ойнаған заманда, алдыңғы бұрын заманда Ноғайдың құлағына әрі болып естілгендер. Әлгі заман уже biraz классический вариант 19 пернеде уже оркестрларға ойнауға тыныш болады. Ялғыз ойнасаң өзіңге да 9 пернеде, 8 пернеде, 11 пернеде де ойнамаға болады. Ендігі айтым келеді, бұл мастерлардың ақында. Терекбаев Мәмбет мен нағаш тұқымым болады. Пра-пра дедушкам болады. Анабеттен. Сонжында сол міне специально бұл передачада әкелгім домбыраларды көресіз бе? Қайда состояниесінде ескі мұнда көп затларды қараған заманда біздің әлі кеткен домбыраларымыздың құлақларын тарттыруында екеуі де янда орда. Аналын көресіз бе? Қайта етілген біреу былай қарайды, біреу былай қарайды, біреу жоғарынан қарайды, біреу шетіне, біреу жоғарынан. Вот әлде бұл біздің біраз особенностіміз қайда. Осыған бар, мен сізге айтым келеді, міне көрінер ме екен мұнда. Вот міне қараңыз, оқтың ұшына ұқсайды, көресіз бе, қайда ететін болған. Шекті қаптыратан затына. Біреулерінде, алдыны біреулер ескі, біреулерінде уже қалмаған. Оғада, иншалла, реставрация иелері берсе, бұлардың каждый әр домбырадың иелері бар. Біз олардан тілеп алып, ақай абай беріп тұрмызда біз именно Ноғайдың ақында возрождение кеткенде соғадып, симат етпетіп тілеп алдық, қайтар берекіміз. Сондай условием алғанбыз, домбыраға бұржат етпейміз, қайтып тұрған, сөйтіп тұрады, болды. Оған дейін бір домбырады тілеген еткен, оны реставрация еткенбіз бізде. Міне Қайырбек Межитовты домбырасына ие еді, біз оны уже өзімізді сөйтіп цель зат салдық та тимейміз, қалай ес, сөйтіп қалдырамыз. Әлде бір зат көрсеткім келеді, біздің Ноғай домбырада, ескі домбыраларында көресіз, өнерден сызық бар. О ойлы. О не үшін етілген деп айтасыз? Неге десе, пернет ораған заманда сон қатыр байлаяқты, сон арасына кіргізіп түйетін болғандар. Әлгі домбырада уже бұл система басқа, онда біз уже өзіміз басқалай соғамыз. Әлде бір айтым келеді, міне домбыра тоже Мәмбет Терекбаевтікі. Білмеймін, 1990 жылдардың орталарынан сөйтіп ойлаймын, Юсуф Бабаевқа берген реставрация етпе, өзінің еткенде біраз көресіз бе. Затларын қалдырған сабын, уже мерін қапағын затын аптырған. Басқа еткен. Онда тоже біраз айырылған еткендер. Күн клей яққан. Мұнда да көресіз бе затларын? Құлақлар қайт келеді. Әне домбыратқын дейол. Көрініп тұр. Бір мастердің почерк екен. Сол домбыра шалысып, бізде уже ендіге ет басаймыз. Көресіз бе? Мына енді симметриясы жоқ. Біз соға қарап, біраз симметриясын шығарып, әдемге ойнама удобный болсын. Әлде көрсетейін, әне домбыралардың ішінде өткен заманда мердің өзінің ойы бар еді. Соға қарап, мен де өзі сөйтіп алдың бұрын домбырада қалай келгім. Соғатты да бит ой айтырым. Бұл енді болғы, бұл көп құлығы бар. Бұл терек бізде етілген клен терек. Кленті бук терек бұл. Мұнда бір теректер бар, саплары буклар. Мынау да бук. Қайырбек Межитовтың
домбырасы. Bu da buktan etilген. Қайырбек Межиттің домбырасы разборный. Разбираться етеді. Болты бар, кайкысы бар. О, солай етеді. Ол не үшін еткен? Жолда, о, Россияда тұрған Калуга, Тула қаласында. Соны жолда поезда әкелме ұзын болмасын деп, сөйтіп ойлайды. Разбирать етіп әкеліп, әр жылда отпусқа келіп, ойнап көрсетіп өзін атырып, қайтып қайтырғанда әрбір жолдасына, танысына, кім ойнап қой домбыра, сол беркетеден болған. Бұндай домбыралар районда да бар, бізде музейімізде де бар бұндай домбыра. Оның бірінші передачада домбыра деп бастаған заманда мен сізге көрсеткен едім. Оның формасы мынау дейді. Солай міне уже біраз заман қалды бұға құтармаға. Көріс пе қалай болды? Біраз ызғы. Әлгі домбыра қалай? Бұрын заманда енді возможностьтер болман. Бүйтіп ондай инструменттер де болман бізде. Әрі еткен заманда. Көріс пе? Қалай келді? Уже солай болды. Ой, халқым. Егер сіздің бір таныстарыңыз, юқларыңыз болған болса, мастерлар, ұсталар, домбыра жасайтын болса, бұл передачаның ссылкасына астына комментарий жазып болыңыз. Мен атам, мен ағаш тұқым, еді бір таныстарым, бір қардаштарым жасайтын болған. Просто мен әлгі заманға бір екі мастерді білем, Қайырбек Межитовты, ем Мамбет Терекбаевты. Қайырбек Межитов Тереклі олдықы, Мамбет Терекбаев, Құмбатар ауылдың еңде бір мінеден домбырашы ұста болған. Өзі домбырада ойнап жырайтын болған. Соға көрі, әлде басқа соғын формасын оқсаң, тағы да бір домбыра етіп басаймыз. Әрбір домбырадың вроде мастер бір, көресіз бе қалай келеді. Біреудікі былай болады, біреудікі былай. А мастер бір, ұстасы бір. Налды домбырады көрсеңіз айтып болыңыз, ол біздікі туымады, біздікі, бұдан көресіз бе, қат еткен. Налды біраз ялпағы да бар. Біраз сүзепей болып келеді, сүйрепей. Соның үшін де, біреулер еткенде, ол біздікіне құсамай нетпейді. Қайып кетеден болған. Әр ұстадың өзінің почерк болған. Міне ұстады көріс бе? Екі разный почерк. Бір ұста, почеркті разный. Солай вот. Әлде бір хабар айтын келеді. Неге десе, бір ерінде тоқтамаймыз. Әлгі жүміне, бұндай ағаш менде жоқ еді. Әлгі көрсін келеді міне. Эбенден терек, қара. Көріс бе? Түсі, өзі теректің даты қара. Bir atқа да боялман етпен, міне домбырады. Бұл домбыра боялған. Бұға марилка беріп боялған ер. Бұл қара теректі. Бұл бізде қара ағаштан етілген. Міне терек өзі сондай боялман. По природе солай. Қара терек. Осың, әлде бір терек көрсетейін сізге. Бұға чорын. Чорын теректен де етіп қарай қылам. Бірде етпеген. Соны етіп қараймыз. Қалай олар екен, ендігі передачаларымызда, иншалла, жасасақ соға дейді, сол бұл теректен де көрсетеріміз, қалай домбыра екен. Ендігіден арман, уже кім ноғай домбыра десе, уже ноғай домбыраға бұл теректерді етіп басаймыз. Біреулерге может керектір, басқа домбыра формамын. Ендігі основной өзіміздің затын ертек болып, ноғайларға ендігі айтпамын. Ноғайда бұлай болған. Бұл домбыра да біз екен. Уже көп әдемдер ойнайдылар, классический вариантты. Бұнда уже еткенде ноғай формамен етіп, ала өртсе бәріне де керектер болса. Тел соқпаға боласыз, любой заман сорастырып, нетіп, неге десе біреуге бұлай ярайды, біреулерге сүйеділер. Көп зат ясаған еді, біреулер сүймейді, ясамай қойды, нері кішкейді сапқыз, неріге тамғамызды салсаңыз болады, соғат болады. Нерді ойуды көріс бе, алдында айтқан мен сізге. Ойды нерді бияла болған болған, бияласы болған. Есіне алған заманда бияла түс қалыпты, балалар жойды қамын еткен, білмейді. Тұншында мен бияла. Ал мұнда өмірі домбырада көп көрінеді. Адам көрсетейіз де. Көріс бе?
Atlar. Mына жерде бияла болған, басқа бір жетті. Мына біздің ай, yulduz. Жерде қылышы да бар. Мына жерде. Görüyorsun жерде қылышы да бар. Вот, негізі Ноғайдың тарихы бек бай. Көп зат қаза берген заманда, әлміне яңларда анамнан хабарлаған заманда, сол айтады, бізде Ленин ауылда Құрайден атай болған. Вот сол атай, менің кішкей болған, мен есімде жоқ, олар бізге 2-3 атайлар болып келіпті екен. Үйіне қайтып жатқан заманда, сонда келіп біздің үйде намаз қылып кетіпті. Сол да бір себеп болғанда да Құрайдың заты да келгендер. Нағаш тұқымынан да сөйтіп ұста болған соң, сода маға біраз Алла Тағала жазғандар, сен де ұста боласың деп. Соларды үйретеміз, ендіге сол Астрахан терен қазай ноғайлардың бұрын заманда қайда мастерлар болған, қайда керағылар болған еткенін біліп нетіп, соға бәжетлерін передачамызды иншалла домбыраның ақында бардырып тұрамыз. Сорауларыңыз нелерің болса, комментарий жазба боласыз, несі қалай екен, несіге бәжетті білген затымды айтарым, білмен затты білмеймін. Ол затты білмеген затты да сорап басқалардан білеміз. Ячкөнер бар, сорап неге десе, мына айтқан соң Мәмбет Терекбаевтың атын айтқан соң кедесі болған. 2 кедесі болған. Қыздар да бар. 2 кедесі Рәшит болған. Дауда болған заманда 1941-45 жылдары дауда болғанда оның досы болған, Жұмакаев Хамби деп. Хамби, вот сол домбырасы, мынау Хамбидің домбырасы болған. Вот әлі есімге ойлап қарайын, сол міне Мәмбеттің кедесі Рәшит Хамбимен дос болғандар. Мәмбет нашақам ясап беріп, Рәшит сауғаландыр. Қалайда болмады. Мен соның кедесінен сұраған заманда, мен уже кішкейлей есімде дейді, бізді домбырасы бәрі атайдан сұрамамыз дейік. Қайдан келген, кім еткен. Ал соң уже біраз арасын теңлесір қараған заманда, сол белгілі болды, сол бәрі бір мәсір. Бір мәсір болған соң, осы Терекбаев Мәмбеттің домбыралары ұстадым. Солай, Ноғай халқым, біздің передача қарайтын адамдарға көп сауал айтамыз. Негізі әлде бұл передача қызғыту әлде болар, иншалла, соның ішінде үйретеміз. Салам алейкум.